Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен жаркоя дайындаймыз. Ол үшін бізге сиыр еті қажет. Етімізді уақыттап турап аламыз. Етіміз турап болғаннан соң, әбден жуып алып, табамызға май құйып, шыжғырып аламыз. Әбден шыжғырып болғаннан кейін, суды молырақ құйып, 1,5-2 сағаттай пісіріп аламыз. Содан соң жуамызды және сәбізімізді турап аламыз. Жуамыз бен морковымызды турап аламыз. Содан соң бір қызанағымызды тураймыз. Барлығы дайын болғаннан соң, етіміз піскеннен кейін етіміздің сорпасын құйып аламыз. Етімізді бөлек ыдысқа салып, табамызға май құйып, жуамызды, сәбізімізді салып шыжғырамыз. Сары түске енгеннен кейін аздап томат және етімізді салып, тағы да араластырып қуырамыз. Содан соң қызанағымызды салып мұқият араластырамыз. Барлығын болғаннан соң, соңында картопымызды салып, ондай уақ етіп турамаймыз. Орташа көлемде турап, картопымызды салып, қалауыңызша дәмдеуіштеріңізді салып, жаңа құйып алған сорпамызды құйып, бетін жауып, дайын болғанша пісіріп аламыз. Қалауыңыз бойынша болгар бұрышын салсаңыз да болады. Осылайша біздің тамағымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіз. Ас болсын. Менің видеомды бағалап кетуді ұмытпаңыз. Рахмет.